Сендер мистикаға сенесіңдер ме? Прикиньте, мен сенемін. Өйткені мен өз көзіммен шайтан көргем. Қай кезде қалай? Айтып берейін ба? Мен негізі өте ұзақ оқиға, бірақ өте қорқынышты. Мен әлі күнге дейін есімде. ТикТокты ашам, ТикТоктан ашам да, қараймын, маған рекомендацияға типа сен бұтын спокойно тапсырасың, точно бағанағы атаның сөзі 100+ аласың, грантқа түсесің, уайымдама. И ананы аламын да, қайттан миыма қабылдап аламын ғой. Все, онда мынау точно судьба деп қоясың ғой. Еще именно ТикТоктан түскен рекомендация почему-то сезетін сияқты болып көрінеді. И мен түсінбеймін, қайда айтады, орамалыңды типа алып ал, сөйтіп жүр дейді маған. И хорошо деймін, біз сөйтіп бір атаға барамыз. Ол кісі андай да, көріп кел деуге де болмайтын шығар, бір андай. Баршаңа сәлем, біздің Геонлайнның YouTube арнасының көрермендері, бүгін бізде өте ерекше шығарылым. Атмосферамыздан ақ түсінуге болар. Бізде бүгін дәстүр стиліндегі, яғни дәстүрлі геоподкаст болады. Сіздермен мен, Кенжетай Амина, YouTube менеджер, және... Барлықтарына сәлем оқушылар, мен есім Айбол. Мен осы Геонлайн компаниясында маркетинг бөлімінде жұмыс істеймін. Осы Геонлайн курсының негізі 2023 жылғы түлегімін. Бәріңе сәлем оқушылар, мен қазіргі таңда география пәнінен 85-ші поток Кассипеян ментор болам. Есімім Сабина. Мен 2024 жылғы түлекпін. Біз бүгін өте қызықты, барлығына қызық мистикалық оқиғалармен бөлісеміз, және олар біздің жалпы ұбт жолымызда қалай әсер еткені туралы айтамыз. Видеоны бастамас бұрын сіздерге шағын дисклеймер айтқымыз келеді. Біз бұл жерде айтылатын әңгімелердің барлығына ешкімді сенуге мәжбүрлемейміз, ештемені насихаттамаймыз. Бұл біздің жай ғана басымыздан өткен қызық мистикалық жағдайлар. Оған сену, сенбеуді өздеріңіз шешесіздер. Және айтқымыз келетіні, міндетті түрде лайк басып, бізге жазылып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сендер мистикаға сенесіңдер ме? Жалпы мен неше түрлі оқиға болды, жалпы осы 11 сыныпқа дейін, тіпті 11 сыныптың өзінде, оны қазір алдағы айта жатармыз. Бірақ негізінде өзім толықтай негіз сенбеймін ондай мистикаға, немесе бір магиялық бір заттарға деген секілді. Мен де сол секілді, вообще сенбейді екенмін, потому что менде ондай былай қатты вообще ситуация болмапты, өмірімде ондай жын не деген секілді вообще болмаған, сол үшін сенбеймін. Жын сондайларға сенбейді. Бірақ көрсетіп жатқан кезде бүйтіп ана ютубта неден, тиктоктан көріп қаласың ғой, бүйтіп такс деп бүйтіп ойланып отырып қаласың ше. Бірақ сосын ары қарай жоқ деп. Прикиньте, мен сенемін. Өйткені мен өз көзіммен шайтан көргем. Қай кезде қалай? Айтып берейін ба? Мен негізі өте ұзақ оқиға, бірақ өте қорқынышты. Мен әлі күнге дейін есімде. Как будто кеше ғана болған сияқты, как будто мен кеше ғана көргендеймін, бірақ қарап тұрсам, мен ол оқиға болған кезде 12-де болыппын, қазір 20-ға толайын деп жатырмын, 8 жыл өткен. Даже 11-де болған сияқты 9 жылдай өткен, бірақ әлі есімде, көз алдымда анық тұр. В общем, мен ол кезде 5-ші сыныпта болғанмын, қателеспесем 11 жаста. Мен сол кезде алғаш намаз оқып бастағам, тарауихқа барып бастағам, Рамазан айы кезі ғой. Сол кезде тарауих оқудан бастап намаз оқуды үйреніп кеткен болатынмын. Мен ауылда тұрдым, осы Астанаға жақын ауылда, Қажымұқан деген. И сол ауылда менің үйімнің жанында менің тәтемнің салынып жатқан үйі болатын. Енді ғана салынып біткен, андай черновой дей ма, сондай үй ғой. Ремонт жоқ. Иә, ремонты жоқ. И біздің ауылда мешіт болмағанда ол кезде. Қазір мешіт бар, бірақ ол кезде мешіт болмаған. И ауылдың адамдары жиналып тарауих намаз оқиын десе, оқитын жер жоқ. И прикиньте, менің атам ауылдың молдасы болған ғой. Сол атам вообще өте діни білімі мол, сондай имам, сондай адам, молда жын шығаратын адам. И менің атам бір идея келеді, енді қызының үйі болды да ол үй. Сол үшін сол жаққа неге намаз оқытпасқа деген ой болды. Сөйтіп бізде ана черновой үйге кілемдер әкеп төсеп қояды жерге. И жай намаздар қойып, намаз оқып бастаймыз ғой сол жерде. Күнде тарауих оқимыз. Мен прям үйіме тиіп тұр, менің үйім мына жерде болса, мына жерде ана үй тұрады, былай бара саласың. Сөйтіп күнде тарауих намаз оқып жүреміз. Адамдар бізде ауылда өте андай қалай дружный, өте ынтымақтастығы мол адамдар болатын, бір-бірінің үйіне барып ауыз ашарға ауыз ашып сөйтіп жүретін. И сол ауыз ашардан кейін барып сонда бірге намаз оқитын. И прикиньте, бір күні андай ужас жағдай болады ғой. Бізге сол үйдің кілтін атам тапсырып қойған болатын мен ініме. Өзімнен кішкентай інім бар, и маған типа адамдар келген кезде есікті ашып отырасыңдар, біз ауыз ашарда боламыз деген. И бір күні ана кілт құдайның құтты күні жоқ болып кетеді. И ол кезде далада жаңбыр жауып тұрады, найзағай ұрып тұрады.
найзағай ұрып, жаңбыр жауып, быт болып жатқан жерде кілт жоқ. И біз не істейміз? Үйдің ішін бәрін ақтарып қараймыз. Ол кезде менің бауырларыммен үйде 4-еуміз, одан кейін бір бөлем болады, 5 бала. Таба алмаймыз да үйден кілтті. Өзі кішкентай ғана үй болатын, барлық жерін қарадық, жоқ. И біз ойлаймыз ғой, анау далаға түсіп қалған деп. Примерно сондай картина болады, и даладан іздейміз. Енді ойлаңдар, андай сөз бар еді ғой. Далада жаңбыр жауып тұрғанда, найзағай ойнап жатқан кезде, и ақшам уақытында жүруге болмайды, ол жақта шайтандар болады деп. Бірақ біз ойладық енді Рамазан айында шайтандар болмайды дейтін бар еді ғой, барлығы құлыпталады деген. Сөйтіп біз бәрібір деп енді шығып кетеміз, айналаны іздейміз, жаңбырдың астында ана кілтті іздейміз, топырақ жерді қараймыз, вообще таппаймыз, атам айтамыз, атам ұрсады бізге ана жақта. Қуасыңдар мен адамдар қазір келіп жатыр ғой тарауихқа, енді қалай кіреді, қалай намаз оқимыз, күнәға батасыңдар деп сөйтіп қорқытып тастайды да. Сөйтіп басымыз қатып жүрген кезде мынандай прикол болады. Мен, үйдің жанында тұрамын, мына біздің үйіміз, и мына жерде тұрамын. Кілтті іздеп, басым қатып тұрғанда, менің алдымда не тұрады, бір фигура тұрады, и ол менің бөлемнің бейнесінде тұрады. Мен Каусар дейтін кішкентай бөлем болатын. Сол бөлем тұр. Мен оған бір жасыл өзімнің жейдемді бергем, кішірейіп қалған жейдемді мәкиіп таста деп. Сол жейдемен үнемі келетін, тоже тарауихқа, бірақ папасымен келетін да, енді ол кезде жасы 6-да болатын. Ана жирен киіп алған, и басына орамал тағып алған. Күнде тағып жүретін бір орамалы бар. Соны тағып тұр, и такой жерге қарап тұр, осы жерді тырмалап тұр да, бүйтіп жерге қарап, вообще қарамайды маған. И мен ойлаймын, типа айтам, Каусар, не істеп тұрсың? Сен папаңмен келуші едің ғой, бірақ сен папаң ауызашарда жалғыз өзің не істеп жүрсің? Деймін да, енді кішкентай қыз ғой. Анау ответ бермейді, и тұрады да, біраздан кейін мен басқа жаққа қарап, қайттан қарасам, анау жоқ. И сонымен деген, мынау не деймін, бір жақ кілт іздеп жатырмын, бір жағы анау миым қатып кетеді. Жанындағы бауырларым айтам, сендер көрдіңдер ме десем, біз де көрдік дейді. И мына жақта біздің тағы бір туысымыз болатын. Туыстармен бір жерде тұрғанбыз ғой, көрші болып. Солар да терезеден көріп қойған екен соны. Бәрі көрген ғой, и ол көзде ғайып болды. Содан кейін енді ақыр бірдеме кілтті табамыз, бәрі жиналып намаз оқиды. Сосын мен атам мен әжем айтып берем, апам маған қатты ұрсады. Немене андай түн ішінде неге шығасыңдар, айтамыз ғой сендерге шықпаңдар деп, ондай кезде шын шайтандар жүреді деп. Содан кейін ақыры ана қыз келеді, кстати, сол Каусар сестренкам келеді, барып сұраймын ғой, мына сен ба, сен точно айтшы бар ғой, сен ба, сен емес па десем, жоқ, мен емес дейді. Папасы да айтады, жоқ, ол үйде отырды дейді. Соны әлі күнге дейін түсінбей, мен реально не көрдім деп. Просто айтады да, енді Рамазан айында шайтандар болмайды дейді. Онда ол кім? Может, жын. Жындар бола береді вроде, өйткені жындарда адам сияқты не ғой. Оның силуэті түрі көрінді ма? Типа, түрі сол кәдімгі Каусар ма? Көзі жанып тұрды такой, қызыл, бір сұрма, сондай болып жанып тұрды да. Сол әлі көз алдымнан кетпей қалды. Қорқынышты екен бұл. Реально мурашки по коже. Сендер ондай болмады, я? Ұбыт кезінде? Менде, скорее всего, жоқ, ондай болған жоқ. Мен жалпы ондай осындай қорқынышты жағдайлар емес, менде в целом ондай именно мистика деген дүниелер болса, тек қана түске мүмкін сенетін шығармын. Өйткені иногда мен түс көрсем, көп заттар түсте мен көрген түстерімнің көп заттар орындалады да. И мүмкін сондай заттарға ғана мен сенемін иногда. Вот мысалы ұбт кезінде де сондай болды да. В целом осы түс или орысша сон деген мағынада ғой. Сондай мағынада осы 11 сынып оқып жүргенде қаңтар ұбт-ға дейін бір ай осы желтоқсан айы тура осындай қазіргі кезде ғой примерно. И менің өзім мұғалімім бар, ол кісі завуч болып істейді. И сол кісімен біз жалпы сынып болып жақсы араласатынбыз. И ол кісі бір кезде бір сол мектепке келгеннен кейін андай переменаларда мектепке асханаға барып жүреміз да. Сол кезде көріп қалдық. И айтады, мүмкін сен түсімде көрдім, прям ұбыттан шығып басып 128 деген баланы алыпсың дейді. Сосын мен ойлаймын, 128. Ол кезде мен 128 деген балаға вообще қанағаттанбайтын. Оған 130 керек деп ойлайтынмын ше, потому что геокемқа барғым келетін мен қатты. Типа 130-дан ассам ғана геокемқа барам деп ойлайтынмын. И сол 128-ді айтады, сосын мен сенбеймін, сосын сөйтіп жүрем. Еще көп кездесіп кетті да, ондай 128 деген сандар. Бір кезде бір машинаның несінен көріп қаламын 128-ді. Бір кезде менторым бар, сол менторымнан сұраймын, жалпы бізде ментор бүйтіп жасап беретін да, осы балдан осынша аласың, осы пәннен осынша алсаң, примерно осындай алып қаласың деген секілді. И сол кезде де маған 128 деген бал шығарып береді, 3 күн қалғанда ұбт-ға. Сосын айтамын, 128 шықпай кетті ғой алдымнан деп. И сосын сөйтіп қаңтар ұбт-сын тапсырамын.
басқан кезде, аяқтаған кезде тура 128 деген сан шығады. Мен содан кейін сразу шықтым да звондадым ғой, апай мен 128 алдым. Тура түсіңізде көрген не деп не еді? Завучқа ма? Иә, соған звондадым. Түсіңізде көрген бал ғой деген секілді. Сосын прикол ұстаймын күнде. Наурызбұт жақыннан апай түс көріп жатқан жоқсыз ба? Түс көрсеңізші сізде. Нағызда да түс көрсеңізші деп. И солай нағызға тоже жақындағанда айтады просто түсінде көрдім, бірақ что-то не то бал алып қалыпсың деген сияқты. Ну қатты керемет етіп бал емес деген секілді. И мен бірінші нағыз ұбытымда 105 бал аламын. Өткенде төмен баға болды. Еще оның себебі жаңағындай компьютердің өзі істемегеніне байланысты болды. Менде өшіп қалып қайта андай нелерді кетіп, уақытым көп кетіп қалды. Екінші ұбытымда бірақ 122 ұпай алдым. Осылай. Тема. Этот вещи сон детей ондайды орындалатын түс. Иә, вот түстерді реально менің жағдайымда тіпті өзім көретін түстердің бірталай орындалады. Және мен өзім жақсы көремін түс жорығанды. Жақсы көремін дегенде, түс көрсем мен андай отырып анализировать еткенге отырып сөйтіп, так, таңертең көрдім, примерно осылай, мүмкін осылай болып қалуы мүмкін деген секілді. Андай бір қорқынышты зат көрсем, алдымнан мүмкін осындай шығып қалады деген. Дайын жүремін да андай. Түс жору білесің ба сонда? Өз бетінше жорамын, например. Маған жорып берші. Менде андай болады да, мектеп бітіргеннен кейін күнде мектепті көре беретін. Бірінші курс бойы, бір жарым курс бойы көріп жүрдім да. Екінші курста қазір көрмей кеттім. Күнде көре беретін, андай мектепте қиналған кездерімді. И менде мынандай мектепке қайттан оралтып тастайды, мені универде оқып жатсам да, маған айтып, қайттан, оказывается, заң шықты, сен 11-ші класс қайттан оқу керексің деп оқытады. Ол неден вообще? Бұндай түсіре алмайды екен менде. Шілей бұндайға кете алмайды. ChatGPT-дан сұрасам айтады. Мүмкін сол кезде жабылмай қалған бір нәрсе бар шығар андай. Сен бірдемені уайымдайсың ба, мүмкін сондай шығар. Чувство вины ма, бірдеме болған сияқты сол кезде. Еще айтады ғой, травма алғансың ғой мектептен дейді. Мүмкін. Менде в целом мынандай болатын, мен қаңтар ұбт-ға баратын кезде мен прям всю себя отдаю, мен кәдімгідей дайындалам, ойбай, мен қаңтардан не істемесем болды, бүйтіп қалады, менде шанс болмайды, анау мынау деп. И сол кезде андай бір переломный момент болды, прям отбасыммен сөйлеспей, олармен тамақ ішпей, андай бір стресс болып қуып кеткен едім, в общем. Сөйтіп сол кезде папам тұрды да ұрысты бір күні, типа, соберись болды, ты чё, не үшін өйтіп жынды болып кеттің деген сияқты айтты да маған. Сөйтіп бір күні азанда таңғы сағат 6 или где-то 5-терде тұрғызып алды, тұр жүр дейді. И мен түсінбеймін, қайда айтады, орамалыңды типа алып ал, сөйтіп жүр дейді маған. И хорошо деймін, біз сөйтіп бір атаға барамыз. Ол кісі андай да, көріп кел деуге де болмайтын шығар, бір андай оқып береді ғой адамдарды. Допустим, иә, мен інілерім ауырып қалса, типа соларға апарады, и типа, иә, сондай кісілер ғой. Сөйтіп соған барамыз, мені кіргізеді. Мені кіргізгеннен кейін менде особо ондай не болған жоқ, просто оқып берді. Еще и айтады, сендер қазір барасыңдар да, мен өзім Тараз қаласынан болғаннан кейін бізде ол жақта 5 кесене бар. И соларға барасыңдар да, барлығына барып, Айша бибі, анау мынау, солардың бәріне Құран оқытасыңдар и плюс садақа тастайсыңдар дейді. И біз папа екеуміз, как обычно, бесеуіне де барамыз, Құран оқытамыз, ананы істейміз, мынаны істейміз. Сөйтіп жүрген кезде мен қаңтарға кіремін. Қаңтарға кірген кезде бірақ андай бәрі сол аяқтан болады ғой. Мен, во-первых, кешігіп барам. И во-вторых, менің отыратын жерім ол кезде андай январь болғаннан кейін андай бір суық болды да, и мен максимально жылы киініп бардым. Сөйтсем, ана жақтың ішіне андай прям ыстық та там, реально душно там. Сөйтіп жүрегім айнып, андай ана жақта жынды болды мен. Реально айтам, білмеймін неге ондай болғанымды, бірақ ана жақта мен тупо себя потеряла. И көзім көрмейді анау оқу сауаттылығынан ғой, еще оқу сауаттылығынан әріптер секіріп кетіп жатыр компьютердің үстінен. И оны түсінбеймін ғой. Сөйтсем, оказывается, көзім минусқа кетіп қалған екен. Сөйтіп бір уақытта бір томпақ ағай болды, тексеріп жүретін. И бір уақытта тұрады да маған ақылет. Мен ол кезде енді маған душно болғаннан кейін үш рет па бір әжетханаға шыққан шығармын. Бірақ тупо тұрам, кірмеймін. Әшейін бүйтіп қарап тұрам, бетім жуам, сөйтем. Сөйтіп ол кісі маған ұрсады. Сен болды, типа отыр, андай қатты ұрсады да, бүйтіп түрін жинап алып маған. И мен содан кейін қорқып кеттім. Сөйтіп ана кісіге не істеймін да, қарсыласып деймін ба, не деймін. 2 минуттан кейін сол кісі ұрысқаннан кейін бітіріп тастаймын ғой ұбытымды. Анан бәрін қалдырып кетем. Менде, по-моему, ол кезде мат сауаттылық қалып қалды и, скорее всего, Қазақстан тарихы қалып қалды. Мен бір 2-3 сұрақтар мен под вопросом дегендерді қалдырып кетем. И сол қалдырып кеткен кезде қарайым, оказывается, там 97.
Менің географиям 41 бәле болады да, бірақ мені именно осы мат пен тарих қадап тастайды ғой. Істемедің кетті. Өзім, иә, істемей кетті ғой мен. Ол кезде кәдімгідей уақыт қалды. Мен просто ана кісіге аламын да, типа ұрысып берген үшін не істедім да, андай білмеймін неге олай істегенімді. Бірақ сөйтіп істедім. Сөйтіп 97 болады. Ну, вроде бы нормально, қаңтарын деймін да, бірақ менің дайындығыма қарай, ол мені, конечно, типа сындырып тастады. И мен мамама тұрамын да, мамама айтамын, типа, все, мен шығармашылық таңдаймын, мен оқымаймын гео-бионы, мен мұғалім болмаймын, анау-мынау. И ол кісі маған тұрады, ол ұрысады, сен жындысың ба, типа, өйстіп сына саласың ба, и то сенде әлі 3 мүмкіндігім бар, ты чё деп. Өйстіп, ладно, наурызға кіремін, наурызда уже норм, вот. Реально, 10 аяқтан болды, барлығы прям, то, что, как я хотела, маған түскен мұғалімнің өзі, мен 111 алдым ол кезде, по-моему, тоже. Өйстіп, сол кезде, молодец, деп мақтап сөйтеді. А вот нағыз ұбытыға барған кезде біз тағы сол атаға барамыз ғой. Сол атаға барамыз. Бірінші нағыз ұбытым. Я, сол атаға барамыз. И ол кісі уже маған айтады, все, типа, уайымдама, спокойно 120+ алып шығасың дейді маған. Спокойно, уайымдама, вообще уайымдама деді. Сосын хорошо дедім, барам. Бірақ точно так же бәрі сол аяқтан кетеді. Мен басында кешігіп барам, такси, екі такси отказ береді маған, неге тест-центрға баратын кезде. И прикинь, удостоверением жоғалтып алам ғой. Удостоверением жоқ дегенде қалай, мен прокат платьеға тастап кетем. И тастап кеткен кезде, оказывается, ол кісілер жаңа таста тұрады екен. И маған оны күту керек болды. А мен ойымша, типа, ұбытыға ол обязательно удостоверение керек қой, по-любому. Сол кезде удостоверение жоқ, мен ана жақта паникамын. Сөйтіп, андай, анау атаға қатты жыным ұстады сол кезде, білмеймін. Неге именно сол кісіге барған кезде бәрі андай, сол аяқтан кетеді да, қатты жыныма тиетін. Сөйтіп, крем, нағыз ұбытыға точно так же, все норм. Жоқ, бәрі сол аяқтан кешігем. Бірақ мен отыратын орным норм болды. И мен қасында бір бала отыр, қоймайды да менен қайта географияны сұрап. И сосын анаған алдым да ұрысып бердім. Ей, кетші, жындысың ба, типа, өзім жақтан миыма ұрып отыр деп. Ұрысып бергеннен кейін, бірақ ол кезде менің ошибкам, скорее всего, нағыз ұбытта мен до конца отырмағанда. Мен тек қана бір сағат не істеген шығармын, өзіме слишком көп алып қойдым. Географияны тез белгілеп тастаймын, биология точно так же. И в тот же момент мені матпен тағы да тарих қадап тастайды ғой. Сөйтіп, ол ата, мен сөйтіп нағыз 1-ді 99-бен бітірем. И маған сол атаға барам. Еще ол ата маған айтқан етін, спокойно 120 аласың. И сол 120-ны алған кезде маған сүйінші ретінде, сүйінші сұрап, жоқ, маған сүйінші әкелесің деді. Сүйінші әкелесің, это типа ол деньгиді не істеп тұр ғой маған, имет етіп тұр ғой. Сөйтіп, сүйінші алып келесің деді, и мен бармаймын. Мен ұялам ол кісіден баруға, 99 алып қалғаннан кейін. Ұялам, бармаймын. Сөйтіп, бір күн папам ұрысты, ей, ты чё, саған бар деді ғой, хотя барып, вот ата осылай алып қалдым деп айтты дейді. Сөйтіп, окей, барамыз. Ата, типа, вот осылай 99 алып қалдым десе, маған ұрысады. Маған дура деді ма, андай бір тупая деді ма, бір сөз айтты. Что-то не помню, но сол екі сөздің біреуін айтты маған. Саған біреу асығыс несе деді ма, мен саған айттым 4 сағат отыр деп, сен еще 10 аяқпен кірмегенсің, сен бисмиллах деп айтпағансың деп ұрысады маған. И түсінбеймін ғой аяқта, сонда барлық сон кесірінен ба деп қоямын анаған қарап. Конечно, саған ешкім көмектесе алмай қалды, жүре бер сөйтіп дейді маған. Ақылап береді, болды бар кет дейді. Сосын түсінбеймін ғой. И өзімді аяқта одан сайын андай жаман сезінемін да, одан сайын маған обидно болып кетті. Сөйтіп, екінші нағыз ұбыты келеді. И мен уже ол атаға бармай қояйыншы деп шешем ғой. Болды, вообще бармайтындай болдым. И уже екінші ұбытта все уже норм. Кәдімгідей барлығы мен қалағандай, мен қалаған орын, кешікпей, спокойно, прям андай душам бүйтіп свободно болып барды да. Сөйтіп, барам, нормально тапсырам. И ол кезде уже до конца отырдым. 4 сағат отырдым, по-моему, если не ошибаюсь. И точно так же 111 алып шығам. Мен қалаған балл болды десем де болады, потому что мен дайындығыма қарай сол болды. И менің географиям 41 бәле болып қалады. 41 ма, 42 ма болып қалады. Но я хотела побольше, мен типа 47 мен 50 арасында ұстаймын деп не істедім. Ну ладно, енді норм болады. Сөйтіп бір күні не шығады? Грантқа түскенде список шығады ғой. Сол кезде папам қоймайды да, жүр сол кісіге барайық, сол кісінде несі бар ғой деп, иә. И тұрады да, сол кісіге барамыз. Сөйтіп, папам тұрады да, енді Каспийін айтады. Сөйтіп, Каспий қанша деп неседі да. Енді өздерін біліңдер, ұялмасаңдар, типа, бір бәле дейді. И мен түсінбеймін. Сөйтіп, папа тұрады да, енді, ну ладно дейді, 5 ақ мың теңге салып жібереді. И тұрады да, тағы да айтып жіберемін номерімді дейді. Андай, типа, папама салғаннан кейін, тоқташы, Ержан, типа, тағы да номерімді жазшы дейді. Қаяқа деді да, папам түсінбей қалды. И Каспийге дейді,
и хорошо деді. Сөйтіп тағы Жетпейді деп жазғызды. айтты ғой. Иә, жетпейді деп айтып тұр ғой. Сөйтіп тағы жазғызды. И жазғызғаннан кейін побольше сал дейді. Типа тұрады да, типа побольше сал дейді. И түсінбей, біз андай папа екеуміз шокпыз ғой. Сонда бір ұбыт үшін ба деп ше. Еще бәрі андай сол аяқтан кетеді да, именно сол кісіге барған сайын. Сөйтіп бұл жақта енді менің көп көмегім бар дейді да. Еще ол кісі маған сол, иә, ұбытыға баратын кезде андай бір айтты маған дәптер, 12 не дәптер, сосын 2 ручка, 2 не карандаш, соны оқып береді ол кісі маған. И типа тұрады, айтады, мынаны тығып қой дейді. И мен оны тығып қоямын. Сөйтіп бір күні ұбытыға апарып болған ғой. Сол нағыз бірге апардым, иә. Соны нағыз бірге апарам. И апарған кезде ана ручка жазбайды. Сөйтіп басқа біреуден ручка алу керек болдым. Сөйтіп сол атаға барғаннан кейін ана айтып тұрмын ғой, бәрі через кого-то, иә, сондай болып кетті. Сөйтіп папа екеуміз сол кісіге әйтеуір 15 мың теңге тастап кеттік. И содан кейін мен інілерім де, в общем, ешкім бармайтын болды сол кісіге. Содан кейін, в общем, ешкім бармайтындай сондай бір травма алып қалған жағдайым бар енді. И ол наоборот қарадыға оқытып жүрген жоқ өзі қадалып. Жоқ, сол білмеймін. Маған бірақ айтады да, типа, спокойно кіре бер. Ештеңеге уайымдама. Басыңды көтеріп спокойно. Сен по-любому не істейсің деді. 120 плюс аласың деді. И мен оған сенем, и мен соны алдым да, оқымаймын ғой, жынды ұқсап. Типа, оқымаймын ғой деген кезде, иә, сеніп қалдым мен. Сол кісіге үміт артқан сияқты болып, в общем, сондай болды менде нағыз бірде. Но уже нағыз екіде есімді жидым. Сенбеу керек екенін түсіндім мен сөйтіп. Андай контрольді жіберіп жүргенсің ғой, бәрібір де балаланып. Скорее всего, иә, содан. Иә, сөйтіп ойлаймын, то же самое. А прикиньте, ол солай ақша табатын адамдар бар сияқты, мне кажется. Иә, негізі, мне кажется, тоже. Өтірік оқытып ше. Тоже так думаю, иә. Шарлатандар. Бірақ білмеймін, сол кісіден кейін мен почему-то інілерім жақсы оқып қалатын. Типа, бірақ ол кісіде андай да, бір інім ауырып қалса болды, көз тиді. И каждый адам келеді, бәріне сол. Көз тиді, басқа не жоқ. Мен ойымша ондай самовнушение тоже сияқты адамға егер бүйтіп айтсаң, саған көз тиді, міне енді жазып кетесің десең, андай бүйтіп жазып кететін сияқты. Может, содан да шығар, иә. Өйткені мен де сондай бір көріпкел секілді адамға барғам дегенде сол мамық қалармен ғой. Сөйтіп апарған кезде тоже үйіне кірдік, сұрады, қорқынышың жүр ғой, қандай қорқыныш бар, ұбт деймін. Сосын сол 105 алғаннан кейін ғой, өте төмен бағандан кейін андай қорқып қалдым да, мен не істеймін деген секілді андай. Мамалар да шошып қалды, типа, блин, көңіл күйім жоқ қой деген сияқты. И сосын ана кісі сөйтіп тұр, өтесің, сен 120 плюс аласың деген секілді айтты. Сосын тұрып бір су ішіп жатыр ма деп ойлап тұрмын өзімше. Су ішіп тұр да, бетіне тұр бетіне. Суды бетіне бір-ақ шашты бетіне, содан кейін шошып кетті, денем сұп-сұқ болып кетеді ғой. Бірақ содан кейін тоже андай өзіме сен қалдым дегенде, реально мен 120 плюс ала аламын, неге ала алмаймын, мүмкін 105 ол жай ғана андай кездейсоқтық деген секілді, екінші рет болмайды ғой деген секілді. Мне кажется, адамдардың самовнушениесіне тоже байланысты. Сен 128 алғаныңда сонда ғой, неге түс. Короче, мен топлестің бір видеосын қарағанда, вещи сон туралы, именно ұйқы туралы выпуск бар, ұйқы туралы полный айтады. Сода именно айтады, қалай түсте көрген нәрсе орындалады, соны түсіндіреді. Мынандай бір адам бар екен да, ол түсінде үнемі аварияға түскенін көріп қала береді екен. Үнемі аварияға түсіп. То есть аварияға түскенін көреді. И ол оған сеніп қалады, вещи сон деп ойлап қалады. И ол шынымен аварияға түсіп қалады. Сол ойлайды, мен сонда көріп алдым ба алдын ала аварияға түскенімді, демек менің ұйқыларым андай аян сияқты болған ба дейді. Шындығында ол адам күнде қызылдан өтіп кете береді екен. Ол немі жұмысқа кешігіп жүретін адам, кеш шығады, и немі қызылға өте сап жүреді екен да. Кешеқоттан. И оны миы короче, санап отырған ғой, ол мысалы бір айда 30 рет қызылдан өткен, и миы рассчитывать еткен, оның бәрін есеп жасаған ғой, түсінген ми. Біздің миымыз солай екен, біз құтқару үшін есеп жасайды екен, оның миы түсінген. Мен адам деген 30 рет бар ғой, қызылдан өткет, енді доғармасақ 31-сінде авария болады деген да. Сөйтіп оған түсте көрсеткен екен миы. Прикинь, сен аварияға түсесің, скоро қой өтпе деген. Бірақ ана адам қоймай бәрібір өтіп кеткенде аварияға түсіп қалған. Мне кажется, ол мидың бір несі сияқты, приколы сияқты, ғылым солай түсіндіреді. Мен реально түсті негізі бір сигнал секілді тоже көрген дұрыс сияқты. Мысалы көптеген мен түсімде көрген заттар, сол анализ жасаған кезде мен сигнал ретінде қараймын да. Например, қара ит жүгіріп келе жатып бір нәрсе болса, мен түсінемін да, мен достығымның арасында бір нәрсе не то деген секілді. Мен сөйтіп жораймын өз басымша. И вот, мне кажется, ол сигнал ретінде қабылданады. Именно ми жіберіп жатыр ау, бізді қорғап қалу үшін, өйткені ол эволюция нәтижесі қалыптасқанда ми бізді сақтап қалғысы келіп отырады. Мен бір «Зачем мы спим» деген кітап оқығам, сода айтады да,
ұйқы деген нәрсе бізде кейін ғана пайда болды дейді. Типа енді андай бар ғой, ол эволюцияға сүйеніп жазған тоже ол кітапты. Біз когда-то не болдық қой, маймыл тектес болдық қой, андай ағашта өмір сүрдік. Содан кейін жер бетіне түстік, и жерде өмір сүру қиын болып кетеді да. Ағашта болса опасно болмайды, жыртқыш аңдар жоқ, тек жыландар ғана бар, сөйтіп өмір сүрдік. Бірақ қалай жерге түстік, өмір қауіпті болып кетті да, өйткені неше түрлі аңдар түнде ұйықтап жатқанда жеп кетуі мүмкін. И сол үшін біз от жағуды үйрендік, оларды қорқыту үшін, сөйтіп дами бастадық. И біздің миымыз қорғанудың тәсілдерін үйрене бастады да. И біз жәнегі жерде өмір сүріп бастағасын миымыз дами бастапты, и ұйқымыз өзгерді. Өйткені ағашта ұйықтағанда біз аз ұйықтайтынбыз да, өйткені ойлайтынбыз андай құлап кетеміз ба деп ағаштан. Жерге түскеннен кейін ұйқымыз ұзарды, и ұйқы ұзарғасын не пайда болды дейді, быстрый сон деген пайда болды дейді бізде. И быстрый сон кезінде біз как раз түс көреміз. Миымыз дамығандықтан түс көреміз дейді. И түс как раз сол мидың эволюция нәтижесінде қалыптасқан нәрсе сияқты, как будто бізге сигнал беріп отырады түс үшін. Менде вообще түс, білмеймін, ондай. Ну, бывает то, что түсімде көрген нәрсе, как будто в жизни ол болып жатқан сияқты, бірақ мен уверен емеспін, ол точно мен түсімде болды ма, или бұл точно бір жерде болды ма деген сияқты, сондай болатын менде. Өзі болады. Мысалы, күнінде, конечно, күнінде тұрып алып бүгін қандай түс көрдім, анализ жасап отпайсың. Өзі бір андай, мен көп түстерді есіме де сақтай алмаймын. Тұрған кезде ол адамның сондай 90% түсін ұмытып қалады ол. Ол сондай ғылыммен не, 10% ғана білесің, примерно контекст не болып жатқанын. И тек айына 1-2 рет осындай бір моментте өзі тұрған бетте түсімді көре қаламын да, андай каждый түсті анализ жасап отпайсың, өйткені ұмытып қаласың. Ал осылай маңызды бір событиялардан, мне кажется. Менде еще түсімде бастырылып қалған не болған болатын. Это, по-моему, я менде, по-моему, ол кішкентай кезімде, точно не помню, но мен отдельно бөлек комнатам бар. Бізде былай коридор кетеді, мына жақта мен мама папаның комнатасы, мына жақта зал, и мына жақта мен комнатам. И мынандай ұзын коридор, түнде жатам, менде төсек былай, и артына жағым былай бос жатады, и ол жақта розетка бар. И бір уақытта жатам, түс қой деймін, если не ошибаюсь, неден коридордан ұзын бір тень өтеді, силуэт өтеді. Мен бірақ түсінбеймін, как будто вот мен ойлаймын, типа папа шығар деймін да, ұйықтай берем. Өтеді, ол қайттан бері өтеді. И жүгіріп жүр да, екі ортаның арасында. Мынаяқта ұзын коридор, мынаяқта бізде общий дәу зал бар. Өтеді, и бір уақытта тұрады да, мен комнатамнан типа деп қарайды. И мен оның түрін көре алмаймын. Ол просто қап-қара силуэт болып тұр. Сөйтіп бір уақытта ол жоқ болып кетеді. И бір уақытта қараймын, мына жағымда біреу бүйтеді да, қылқындырады ғой. Натуре қылқындырады былай. Сөйлей алмаймын, мам, пап деп айқайлай алмаймын. Андай, бывает же, вот кәдімгі басылып қалған кезде бір душнить етеді ғой адамды. Иә, и оның түрі мен есімде сақтап қалғанша былай мүйізі тұрады. Ол просто тень. Ол просто тень да. И бетінде андай улыбкасы бар. Улыбкасының өзі андай біртүрлі. Бірақ мүйізін, бүйтіп тұрған мүйізін мен точно көрдім. И былай қылқындырады ғой. Қылқындырғанның өзінде де андай прям масқара қылқындырады, енді айтып жеткізе алмаймын. Сөйтіп, мамамнан түнде сұраймын. Түнде дегенде, сөйтіп әрең әйтеуір бір бәле етіп шығам ол түстен. Білмеймін қалай шыққанды, бірақ жылап тұрып әйтеуір. Содан кейін ұйықтай алмайтындай болғам. Менде еще андай кішкентай кезімде не болатын, страх болатын, мен андай қараңғы үйде в основном не істемеймін. Қараңғы комнатада мен ұйықтамаймын, мен всегда комнатам светін жағып жатам. И мына сол күні өшірем, сөйтіп мамамнан сұраймын, мама айтады, типа, не үшін ақайладың түнде дейді да. И мам, оятпадың ба енді деймін ғой. Сөйтіп мама айтады, ей жоқ, Айшын, не деп ойладың дейді. И азанда тұрып қарсам, мен көзімнен жастар ағып жатыр. Тупо өзі ағып жатыр. Иә, мен бірақ түсінбеймін. Вообще түсінбеймін. Сөйтіп бастырылғаннан кейін, сол сөйткеннен кейін мама папам ортасында жататын болдым ғой. Содан кейін вообще уже бірақ бір бастырылғаннан, одан кейін вообще бастырылмадым. Бастырылмай та қойыңызшы, менде сол бір бастырылғаннан капец травма болып қалды. Где-то бір, если не ошибаюсь, 6-5 класста шығар, класста 10-11, иә. Содан кейін менде қатты травма болып қалды сол. Именно бастырылу деген темада. Ананың түрі енді это что-то с чем-то шығар, скорее всего. Менде осы бастырылу бойынша тоже 11 сыныпта бірінші рет болған. Бірінші рет бастырылғам сол кезде. Еще мен білетін көбісі айтатын де, сондай паралич или там сондай бастырылып қалу деген секілді. И сол кезде бәрі айтады, бірақ менде болмайды да, мен білмеймін, андай опытым болмағанға, тәжірибем болмайды. Жалпы қалай деп бүйтіп жүретін. Қызық болды. Сол, сөйтіп жүрдім. И сөйтіп 11 сыныпта бір кезде болады сол дүние менде. Андай, именно қызық то, что осы ұбт-ға дайындалу процесінде менде осындай көп дүниелер болады да, которые осыған дейін болмаған. И солай ұйықтап жатам.
бір кезде мен уже естіп алғанмын да ол заттың барлығын, бәрі айтады там түксе алмайсың, көзіңді ашып тұрады, түксе алмайсың деп. Бірақ мен түсінемін то, что мен бүкіл денем түгім қозғалмайды, басым түгім қозғалмайды, бірақ мен көзімді ашып жұмалып тұрмын. И мен түсінемін то, что ол адамның түрі жаман болады деп айтты. Мен просто көзімді жұмамын. Мен қарамаймын. Мен түсінемін, мына жерінде біреу отыр, там бүйтіп мына жерінде бүйтіп тұр, там қол бүйтіп ұстап тұр, демалып тұрғанын естіп тұрмын. Просто ашпай жатамын естіп. Қатты да. И былай қозғаламын, қозғалынбайды, білмеймін неге екенін. И бір моментте сөйтіп көзімді ашып тұрамын. И ашпадың ба? Серьезно? Иә, бірақ жоқ болды ол кезде. Бүйтіп ашып қаламын, қарасам төсегімнен құлағымда жерде бүйтіп жатыр екенмін, ше, бүйтіп эмбрион сияқты жатады ғой. Сөйтіп жерде жатыр екенмін. Сосын ойлаймын, қалай мен сонда жаңа түзу жатып аяқ қолымды қозғалта алмадым ғой. Мен көзімді ашып қалған моментте мен бүйтіп жерде жатыр екенмін. Вот сондай бірінші мен бірінші құлап қалғансың ба сонда төсектен? Кажется, иә, потому что енді мен төсекте жатамын, тұрған кезде. Ударды вообще сезбедің ба? Вообще ондай сезбедім. Просто эмбрион сияқты бүйтіп жатыр екен, тоңып жерде. Бірақ бастырылғандар реально душнить етеді ғой, андай кәдімгідей өлтіріп жатқан сияқты, иә, вот что-то бір басып қылқындырып жатады, бір адам ұқсап. Мен вообще бастырылудың кесіне мамандығымды өзгертіп жібергенмін ғой. Короче, менде активно бастырылу 16 жасымда, сол 10 жасымда оқығанда болады. Ол кезде мен архитектураға дайындалып жүргенмін. Архитектураға түсем деп шештім, білмеймін қай басыммен шешкенім. Просто сурет салуды жақсы көретінмін. Кішкентай кезімде сурет салатынмын. Сол кезде папам маған планшет алып берген болатын туған күніме. И жаңағы сурет салатын iPad сияқты планшет, одан кейін көп материалдар алдым. Қымбат палетки алып алғанмын, 10 000 теңге деген сурет салып архитектураға дайындалып жүрген болатынмын. Шығармашылық емтихан тапсырамын деп ше, курсқа барып. И адамның суретін көп салатынмын, жақсы көретінмін. Маған именно табиғат, пейзаж вообще қызықтырмайды, адам салған ұнайды. Мен если бір персонаж или бір адам ұнақпаса сразу фотосын саламын. Дорама көп қарайтын да, и өзім ұнатып қалатын кәрістің жігіттерін анау бәрін салып жүремін. И бір күні Аркейн деген сериал бар, кім көргенсіңдер ма, білесіңдер ма? Джейнкс дейтін бір персонаж бар ғой, шаш ұзын қыз өлген. Соның суретін сала берген ғой, түні бойы 3-ге шейін салғам. Мамам келіп айтады, фу, анда қыздың суретін неге саласың, анда шайтан қыз таста дейді. Қоймай салып отырам, таңғы 4-ге шейін салып барып ұйқыға жатқан кезде, ё-моё, бастырылған ғой жамандай. Андай кемпір көремін, маған білмеймін кемпірдің бейнесіне келді, шашы аппақ, осындай бюра үйсіп қалған шаштары, түрі ужасный бір кемпір. Тоже мойныма қылқындырады. И прикиньте, мен ол кезде осылай шалқамнан жатпадым. Көп ойлайды ғой, шалқасынан жатсаң бастырыласың. Мен кәдімгі на боку жаттым, яғни оң жаққа қарап жаттым қырымнан. Кейде тасбақа сияқты да жатамын бауырымнан. Шайтан жатыс дейді ғой, несі болмайды дейді ғой ол. Негізі болмайды. Просто ол генетика, мен папам солай жатады, и мен де солай жатамын. И маған солай комфортно болатын. И мен қалай жатсам да, короче, бастырыла беремін, ана кемпір кетпейді. Сосын түнде айғайлап, мама деп даусымда шықпайды ғой, мама деп қырылдап жатып маманы шақырам. И сөйтіп мамам келіп ұрсады, оңбаған қыз неге саласың, өзің кесірің анау мынау деп сосын айттым, мам, сіздің қасыңызға жатайын деп, маманың қасына барып жатып аламын. Прикинь деп тағы бастырыламын ғой. Осы жолы мойныма ине сұғады ғой, біреу келіп инелер сұғады сөйтіп. Сосын содан кейін мамам айтты, андағын бәрі сурет салғаннан деп. Мен ол кезде өте қатты верующий болғам. Сосын алдында дұға тілеп жаттым, мынау мамандыққа түспей қойған дұрыс сияқты деп. Таңертең тұрған кезде түспеймін деген шешімге келдім да. Басқа пәнге ауыстырып жіберемін, информатқа ауыстырып жібердім. Прям реально бүйтіп тыққан сияқты ма в жизни? Я бірдемеге барып түстіп тығып жатыр осы мойныма. Капец. Содан кейін соңғы бастырылу неде болды? Қаскелеңге тұрған кезде концертке барғам, Ханс Симмердің концертіне. Содан кейін келіп жатып қалған кезде бір дәу семіз мужиктің түріне келді ғой. Тоже қылқындырды ғой. Капец. Содан кейін бастырылмай кеттім, бірақ негізі бастырылу жайлы көп бірдемелер қарағам, и ол неден дейді, ұйқы дұрыс болмағаннан дейді ғой. Қатты мен өз басым шаршағаннан деп ойладым сол кезде. Мен дұрыс ұйықтамайтынмын ол жерде. Андай болатын. И сол кездерде, сол аптада андай именно бастырылған кездерде мен дұрыс ұйықтамаймын, плюс андай болады ғой, бір күн ұйықтамайын да келесі күні бір күн ұйықтамай, ерте ұйықтап, ұйқымды дұрыстап аламын деген ой болады ғой адамда. Сондай сияқты оймен жүремін да, именно сондай кезде түсіп қала беремін ше мен. И вот мүмкін мен де ойлаймын сол ұйқыдан да. Көбі обедте сабақ біткеннен кейін келіп ұйықтайды ғой, жатып. Сол кезде бастырылады екен ғой, сол көп бастырылуға содан кейін болады. Потому что біз ұйықтап демалып алғаннан кейін
миымыз демалып қалады да, и басырылған кезде именно ми ояу жатады, а дене ұйықтап қалады ғой. Сол кезде ми ойнатады, короче, қайдағы нәрселерді көрсетеді. Бірақ маған қызық, неге әркімге әртүрлі келеді? Саған Маған да, лесбиян, иә. маған кемпір. Негізі менің естуім бойынша, типа, менің достар, мен талқылайсың ғой, по-любому сондай кезде, оларға да точно так же какой-то вот силуэт, тень, просто қап-қара тень. И ол барлығында мүйіз болады. Менің естуім бойынша, менің достарым арасында, и мен де қазір ойланып тұрмын да, типа, келсе бірақ силуэт келеді ғой, типа, бірақ тень келеді ғой деген секілді. Ол қалай әртүрлі персонаж болуы мүмкін. Миымыздың өзі салып берген. Мен әр адамға байланысты ол. Мен кемпірлерден қорқамын, мысалы. Содан шығар. Именно мыстан кемпірлерден. А сенікі мүйізі бар деген ол типичный не, как будто образы ше, жаман атталар деген. Может. Қалай ойлайсыңдар, неге осы ұбт кезінде именно көп болады осы нәрсе? Өйткені айтуларыңа қарағандарында именно ұбт кезінде сендерге мистика көп болған ғой. Қазір жоқ, мысалы. Мен ойымша ол сондай именно ұбт оқушы үшін бір үлкен кез ғой, бір андай сынақ кезі. Мысалы 11 сыныпта болғанда жынды ұқсап, ұбт-дан басқа өмір жоқ ұқсап ше. Күні түні ұбт-мен ұйықтап. Универға келіп көрдік қой, ұбт-тан да барын заттар екен. Одан да қиын заттар бар екен. И вот, и сол кезде ұбт-ны маңызды санап, жаңағындай күні түні ұйықтап, стресс, ұйықтамай точнее, стресс болып, таңға жатып, бір ұбт-ны үлкен ата-анадан да, достарынан да, арақатынастан да, или денсаулықтан да биік қоясын, сондай стресс, уайымдау, паникадан байланысты, мне кажется, адам өзінің солай андай миын немесе бір иммунитетін сөйтіп түсіріп алады секілді. И содан кейін оқушы сондай дәрежеде болғаннан кейін сондай қорқынышты дүниелер алдына келсе уже сеніп қалатындай болады секілді. Вот точно так же думаю, потому что менің өзім де не істеген болатын, андай, как будто ұбт бітсе, типа ұбт-дан құласам, мен грантқа түспесем, болды уж. Мен ешкімге керек емеспін, мен как будто вот уж мен өлу керекпін деген сияқты тема болады ғой. Мен өзімде солай ұбт-ны қабылдаған етінмін негізі. Но айтады ғой, бұйырмаған кетпейді деп. Ол по-любому бұйырған бал сондай болатын шығар. И скорее всего менде де ұбт кезінде андай негізі вера дейді ғой, Алла тағала дейді, мен сондай нәрселерге негізі сенем. Бірақ ол менде в меру да, типа, биті баспен кет қалған емеспін мен. Мен көбінесе андай, бір ай бар еді ғой, не істейтін? Тілек тілейтін. Не деп айтушы еді? Рамазан айы ма? Жоқ, Рамазан. Қадір түні ма? Иә, қадір түні, точно. Сөйтіп сол қадір түнінде мен қаңтар ұбт-дан кейін болды да менде, и мен андай ғой, жатып алып жылаймын ғой, типа, пожалуйста, берші маған, түнімен ұйықтамай, салауат айтып, мен сөйттім, өз басым. И содан кейін менде барлығы жақсы болып кетті. Мен уже ұбт-ны әке-шешемнен артық қоймаймын, мен уже ата-анаммен араласам, мен уже достарыммен араласам, бірақ сол бағанағы ата болмаса, атак менде бәрі нормально болды. Сол ғана құртты, если честно, ұбт-ға кіретін кезде. И мен уже, менде қазір, например, оқушыларыма айтам, ең бастысы сұрау керек, бірақ ол сұрағаныңа қарай әрекет ету керек. Шынымен де әрекет етсең, ол Алла тағала саған по-любому рано или поздно ол саған еңбегінің жемісін береді. Ол жеміс, скорее всего, грантқа түсуде де емес, платкаға түсіп те оның жемісін көруің мүмкін да, ол сен бір басына миыңа в целом, маңдайыңа жазылған бір бұйырған бір тағдыр дейді ғой, сондай сияқты болуы мүмкін. Сол үшін оқушылар үйтіп жүрекке алмаймыз. Универге барғанда көресіңдер. ұбт-ға қазір, например, мен ұбт-ға барғым келеді. Мен қазір 11 классқа барғым келеді. Мектептен кейін келіп ұбт-ға дайындалып отырғым келеді ше қазір. Мама папам қасында. Сол кезде уайымдамай дайындалар едіңдер, уже қайта оралсаңдар. Скорее всего, иә. Өйткені ол кезде андай білмедік қой, жалпы андай бұлыңғыр тұман болатын, ұбт-тан кейінгі өмір не болады дегенді біз представлять етпедік қой, жалпы ойланбағанбыз да оған. Сессия, одан бүйтіп жабам деген сияқты вообще ондай болмайтын. Бұл жаққа келгеннен кейін уже түсіну ұбт сонымен қосып ағылшынды қатты оқитын мен өз басым. Сол егер қайтып барсам. Және өте жаңағындай спокойно, жүйелі түрде болатын еді деп ойлаймын.
Мен қайтып барсам, скорее всего, ата-анаммен, достарыммен отношениямды дұрыстарым едім. Потому что айтып тұрмын ғой, ұбт-ға баратын кезде мен в целом оларды ұмытып, достарым даже түнгі 12-де құттықтамайтын. Шындықса, еще маған келмесе ренжитінмін. Оказывается, дұрыс екен ғой. Шынымен де обидно болады екен түнгі 12-де келмесе. И маған бір досым жазып жіберді, типа, сен 12-де келмедің ғой маған, мен де саған бармадым, ренжімеші деп жазып жіберді. И мен оралсам, мен барлығын баланста ұстарым едім. Мен ұбт-ға шли өзімді бүйтіп баспен кіргіз жеріп, андай өзімді жеп, это все оказывается ошибка. Пәлем бұрған бір нәрсе болады екен. Қызық нәрсе сол, менде де вообще отбасымен араласпаппын да, өйткені қазір сестренкамнан сұраймын да, мен 11-ші сыныпта қандай болғаным есіне ме десем, сіз күні бойы ноутбуктың алдында отырып сабақ оқып, есікті жабыңдаршы, кірмеңгерші деп айғайлай беретінсіз болды дейді. Басқа ешқандай қалмаған ғой. Даже мереке ойламағанбыз, ешқандай қызық ештеңе болмаған ғой. Оказывается, барын шынымен де баланста ұстау керек. Расында сенің сол кездегі ұмытпау керек та, сол ұбт кезінде сенің өмірде жалғыз емессің жалпы. Сенің қасында адамдар бар. Сенің сол андай мінезің немесе сол кезде дұрыс болмаған көңіл күйің, ол сенің отбасыңдағы адамдарға әсер етеді, ата-анаңа, достарыңа деген секілді. И сол кезде мен ойлансам бүйтіп реально деп. Сосын үлкен қалаға түскен кезде, наоборот, ата-аналарын, менде қазір, например, сондай, мен мама-папамды қатты сағынамын. И мен андай үйдің кішкентай қызы болғаннан кейін, мен ерке болып өскеннен кейін, менде андай барлығын за меня емес, істейтін да, типа, мен ештеңеге уайымдамайтынмын. Вот, например, қазірде менде сондай, мен билетті, например, таразға қайтатын билетті мен өзім алған жоқпын. Мен ағам әперді маған. Хотя мен оны өзім алуым керек едім да. Мен андай шынымен де ата-ананы, скорее всего, қатты бағалау керек деп ойлаймын. Мен де қазір өзім оқушыларыма сол нәрсені қатты түсіндірем. И оларға бір тапсырма ашып қойғам, типа, воскресенье күні біз демаламыз ғой енді. Сол кезде обязательно киноға или ата-анаға бірдеңе пісіріп беріп, или андай. Просто внимание бөлу, хоть и мелочь, но андай. Кішкене болсын жылулық сыйлайды да, и өзіңді де ұмытпауға бір андай шанс береді. Сол нәрсе негізі дұрыс деп ойлаймын. Андай сөз бар екен ғой, студент кезде бір кеткеннен бірақ кетесің. Маған сөйтіп айтады, маған әлі де айтады мамам, болды сен біздің үйдің қызы емессің деп. И сол нәрсе қатты жүрегіме түседі мен негізі. Особенно қыздар. Кеткеннен болды оралмайсың дейді. Ары қарай күйеу бір бәле деп. Сонда біз ата-анамен тек 17 жыл тұрамыз ба? И то оның 17 жылының бар ғой, бір 15-нен бастап қана миымыз кіреді, шығарылған дейін бүйтіп деп жүреміз. Сол ғой сол. Сол 2 жыл осознанно өмір сүреміз ба ата-анамызбен? Получается, Сонда. Мен таңғалып отырмын, інілерім, сіңілім айтады да маған, сіз деген бізді менсінбейтінсіз дейді ғой. Андай ғой, мен олардың өмірлерінде бір для галочки жүрген персонаж болып ғой. Просто старшая сестра бар болды. Дым внимание білмейді, дым сөйлеспейді, дым жасамайды. Мен оларды бақтым, базар жоқ кішкентай кезінде ше, бірақ өскеннен кейін мен сабаққа баспен кірген соншалықты олар мені бір просто для галочки жүрген адам деп ойлап қалған. И мен де оларды не помню вообще қандай болғандарын. Қазір ойлап қоямын, бір үйде бір крышаның астында тұрып, мен неге оларды дұрыс танымағанмын деп. Мен енді түсініп жатырмын, мысалы, сестренкама қараймын да ойлаймын, блин, юморы күшті екен ғой сестренкам деп қоямын, енді біліп жатырмын ғой оны. Вот, мне кажется, сол неге ондай болды, неге біз өйтіп көңіл бөле алмадық? Сондай, маңызды заттарға көңіл бөле алмадық та, ал ұбт кезінде сол кішкентай ғана бір нәрсе, осындай болады десе соған сеніп беріліп кетіп ше, жұлдызнама бүгін осындайларда осындай болады десе кәдімгі соған сеніп кететін. Сондай нағыз ұбт-ға кіретін кезде ғой, андай жындымын ғой, білмеймін, салауат айтамын түнде, тиктокты ашам, тиктоктан ашам да, қараймын, маған рекомендацияға, типа, сен ұбт-ны спокойно тапсырасың, точно бағанағы атаның сөзі, 100+ аласың, грантқа түсесің, уайымдама, и ананы аламын да, қайттан миыма қабылдап аламын ғой. Все, онда, мынау точно судьба деп қоясың ғой, еще. Именно тиктоктан түскен рекомендация почему-то сезетін сияқты болып көрінеді. Или точно так же андай самовнушение шығар. Просто андай ғой, ми выживание режимінде жүреді да, андай таусылайын деп тұр, ми өлейін деп тұр да, бір любой мүмкіндікті бүйтіп ұстап алып жергісі келмей тұр да, сенім. Үмітсіз шайтан деген сөз бар ғой, любой үмітке бүйтіп асылып қалғысы келіп тұр да. Сол үшін кез келген нәрсе біреу келіп жақсы нәрсе айтса, біз соған сеніп қаламыз да. Жаман нәрсеге тоже сенеміз. Блин, сендер бар ғой, ұбт алдында мешітке барғансыңдар ма? Сондай нәрсе көп қой негізі. Бізде план болған. Мектептегі класстастармен, сол 11-ші сынып оқушылармен Түркістанға барамыз деген сондай шешім қабылдағанбыз. Бірақ бармадық енді. Бірақ сөйтіп ойладық, Түркістанға барып, мүмкін ұбт-ның алдында бәрінің уже настроение түсіп кеткен.
өйткені андай жаман бала алып жатыр бірінші Нағызұбыттан. Сосын мүмкін жолымызды ашар енді жаңағындай Түркістанға барайық, бір ғибадат етейік, бір андай жаңағындай Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барайық деген секілді. Сөйтіп болған. Бірақ негізі менде мешітке бару болмапты бір күн бұрын. Просто дұға тілеу болмаса. Мен таразда кесене, олар қаңтарып отырған естейтін кезде болды ғой. Сол бәріне барып Құран оқытып, просто барасың, Құран оқытасың и қайтасың, садақа бересің болды. Мен өзім әдейі бармай қойған мешітке. Айтайын ба не үшін? Короче, бізде сынып болып мешітке бармақшы, еще ана мешіт қой. Кім салдырған ше? Нұрсұлтан Назарбаев салдырған. Қайсеті? Үлкені ма? Или Әзірет Сұлтан ба? Ең үлкен мешіт. Ең үлкен. Енді Әзірет Сұлтанға бармақшы болды походу. Сынып болып барғалатыр да, еще біздің сыныптағы балалар, андай балалар енді Құдай өзі кешірсін, бірақ Иваны бірінші тұратын адамдар чем имандары сондай сигареты шегетін біртүрлі балалар болатын. И орысша сөйлейтін, мүлдем андай қалсам болады. Мешіттен алыс жүрген адамдар, бірақ сол кезде барады ғой бәрі. И мен ғана бармаймын ғой ол кезде намаз оқысам да. Неге десем, мен ойымда болды. Білем, мен сонда ұбыт үшін ғана мешітке барам ба? Бұл не деген? Бетсіздік, абыройсыздық бұл деген 200-лік қой, мен бармай қойын. Ят болады, үйде тұғамда тілеп отыра берейін деп бармай қойғам ғой әбен. Бір жағы сыныптастарым мен барып кринж болғым келмеді, ұялдым, білмеймін. Мен сыныптастармен мешітке бару деген қызық екен. Бізде болмады, білмеймін. Или біздің мешіт біреу ақылы ше, ол алыс болды ма жерде? Серьезно, кәдімгі біздің барған ғой класстастарым ау. Екісінің бірі боғауызда сыныптастарым бәрі жүр ғой анда. Біртүрлі, сыныппен мешітке бару деген сәл миға кірмейді екен. Жоқ, негізі ойлаймын ол, анақсып ойлаудың керек жоқ, мешітке бармасам бұл төмен алам деп. Ол қайда дұға тілеген маңызды емес. Ол самый главный. Басты ниетін таза болып. Машинада отырып оқысанда да әсер етеді ол. Менде бір андай, қазір оқушыларым айтатын, менде бір андай инсайт болды. Мен нағыз ұбытыға, в целом ұбытыға не істейтін кезде, мен визуализация дейді ғой, сондайға жақсы сенетінмін. Андай, хоть где болсын, блокнот болсын, или карта желания болсын, 2024-те ма, 25-те ма, мен бірінші рет сөйтіп карта желания жасаймын. И сол карта желаниеда мен ең бірінші бетіне грант иегері дегенді не істеймін. И соның астына қанша балл екен жазбаймын бірақ. И астына жазамын, как будто это уже сбылось. Андай, мен грантқа түсіп қойдым, мен қазір өзім армандаған неде оқимын деген сияқты уже солай жазып қойдым. И дальше мои желания там анау-мынау кете береді. Менде уже андай, менің ішкі бір түйсігімде, бір жүрегімнің какой-то бір ішінде менде андай болатын, мен по-любому грантқа түсемін. Хоть куда, но мен по-любому грантқа түсемін деген сияқты менде бір сондай ой болатын. И, скорее всего, соның барлығы көмектесті деп ойлаймын. Точно так же сұрау керек, сұрасаң да андай таза ниетпен, әрекетпен, и сол кезде, мне кажется, все получится. Негізі біз неге сенсек сол болады бәлі бірше. Менде де ұбытқа дайындық кезінде мен 100% грантқа түсетін білетім, сол үшін ешқандай алаңдаушылық болмайтын, жүрегім всегда тыныш болатын. Мен ойлайтын, лол, мен түспесем кім түседі деп, енді класстағы самый умный мен болдым деп қояйын ба? Жоқ, шын айтам, мақтанғаным емес енді. Қыздардан жалғыз алтын белгіге мен бітірдім да, ойлаймын, если мен грантқа түспесем, бүкіл сынып түспей қалды деген сөз да, 40 бала мысалы, 2 параллель класспен. И прикинь, 40 бала түспеді деген, бүкіл мектептің 11-ші сыныптары түспеді деген ешқайда болмады ғой. И оның ішінде, түсетіндердің ішінде мен обязательно боламын деп ойладым. Просто синдром отличника ғана мазаламаса так. Менде еще 11-ші класста андай бір мен неде оқыдым, офлайн курста оқыдым басында. И өзім бұрынғы мектебіме қайтып оралам. И бізде андай ұрыс шығады ғой. Типа, білмеймін енді, мені лично бұрынғы мұғалімім мені жақтырмайтын. Прям андай неге екен білмеймін, бірақ мені реально көре алмайтындай болады ғой. Сондай болатын. И бізде бір күні ұрыс шығады, ол вальске байланысты болады, ол винеткаға суретке түсуде болады. Сөйтіп маған мұғалім тұрады, айтады, сен, біз үйде еще тегін тамақ дейтін болады, мектепте береді ғой, жағдайы жоқтарға. Енді по-любому жейсің ғой оны кім жемей жатыр. Сөйтіп бір күні жейміз біз, бір күні емес, в целом жеп жүреміз. Сөйтіп маған бір күні оны қыздар айтып барады, сөйтіп Сабина жеп жатыр дейді. Сөйтіп маған мұғалім тұрады, мен шақырылады, айтады маған, сен біреудің тегін тамағын жеп, сен қалай грантқа түсесің? Сен грантқа түспейсің, сен грантқа түспей қал деп маған сондай темалар айтады. Қарғап тастадым ма? Иә, кәдімгідей сондай болған болатын. И андай да, ойлаймын да қазір сол кісі мені көрсе қандай бір. Көрсе емес, біз
мақұл енді өйтіп подробнее айтпай ақ қояйын, бірақ именно сол мұғаліммен менде өте қатты ұрыс болды, прям бетімен кеткен ұрыс болған шығар. 11 классымды құртқан сол кісі деп айтайын ба. Сөйтіп ол кісі сосын мен грантқа түстім. Грантқа түскеннен кейін ол кісіге жазып жіберемін ғой. Біреулердің тегін тамағын жеп те грантқа түсіп жатырмын. Грантқа түстім, Аллаға шүкір. Өзім қалаған мамандықта біреулердің тамағын жеп түстім. Құттықтап қойсаңыз болады деп. Қасқа. Маған мамама звондап айтқан ғой, сіздің қызыңыз маған өйстіп жазып жіберді деп. Ол кезде біздің де мамаммен ұрысқан еді. Мамам тұрғанда мамам айтқан ғой, иә, сен қарғамауың керек еді, қарғағанның бәрі алдыңа келсін деген сияқты темалар болған болатын. Сөйтіп негізі ұбт кезінде оның барлығын көңілге алмау керек деп ойлаймын. Енді негізі қорытындыласақ, осы подкасттан түсінгенім бойынша, негізі көп нәрсе 100% адам өзіне деген сенімі, өзінің неге сенетініне байланысты сияқты. Әркім әртүрлі нәрсеге сенеді ғой, бірақ неге сенетін емес, оған қаншалықты сенетінің маңызы да. Қатты сенсең болады негізі бар ғой. Өйткені ми сеніп тұрған нәрсесін істейді ғой. Егер грантқа түсем, 100% ештемеге қарамай түсем десең түсесің, если саған біреуге бап сен деген түсімде көрдім, және азап қалады екенсің, түспейсің деп соған сеніп алсаң, ол сол болады. Сол үшін дұрыс нәрсеге сену керек ау. Дұрыс нәрсені миға құйып жүру керек. Сенгеннің өзінде де оған әрекет ету керек деп ойлаймын. Да. Потому что сене бергеннен ол ешқандай пайда жоқ шығар, скорее всего. Бірінші айтады ғой, бірінші ниетті дұрыстайсың, екіншіден тәуекел етесің, үшіншіден и уже в конце концов соның барлығын істеп болғаннан кейін барып уже әрекетіңді жасайсың. Сол әрекетіңе қарай любой бір қандай работа болсын, в целом ұбт жағдайында өзіңнің еңбегіңнің жемісін жейсің. Мынандай қызық сөз бар. Если сен әрекет айттың ғой, сену жеткіліксіз, әрекетте жасау керек. Если сен әрекет жасамасаң, скорее сенбейсің деген сөз дегенде бар. Ух ты. Сен грантқа түсем дегенге сеніп қана жүре берсең, скорее сен білесің түспейтініңді. Сол үшін әрекет жасамай жатсың деген сөз. Бәрібір де түспеймін, ой, жасамай қояйын дегенмен тең ғой ол. Просто жүрегің ауырмасын деп, просто айтып қоя саласың, түсем деп ойлап. И тревожность тоже болмайды, егерде сенетін нәрсеңді істесең, әрекет етсең. Өйткені андай ғой, сөзіңмен ойың сәйкес келмесе, тревожность болады, уайым болады. Сен ойыңда түсем, грантқа күшті бала аламын деп тұрсың, но әрекетің оған сай келмейді, сенде тревожность басталады, сенімсіздік басталады. Әрекетке қарай берекет дейді ғой. По-любому сен қанша еңбегіңді жоғарыдағы адам көреді, жоғарыдағы кісі точнее. И бостан-бос бере салмайды. Сенің міндетті түрде жасаған әрекетіңе қарай әділ өзінің берекетін береді. Сол себепті шынымен әрекет етуден жалықпау керек. Сонымен достар, біздің подкастымыз аяқталды. Енді қызық сұрақтар болса, пікірге жазсаңдар болады. Сіздерді каналымызда осындай қызық шығарылымдарда күтеміз. Барлықтарыңыз сау болыңыздар.